Баршаңызға сәлем. Кәжекей тігіп үйренеміз. Ол үшін бізге мата, қайшы және осындай лекалалар қажет. Ең алдымен матаның ұзындығы мен енін ажыратып алуымыз қажет. Бұл менде матовый велюр матасы. Матаның ені 2,40, ұзындығы 1 метр. Енді матаны түгін жоғары қаратып орналастырамыз. Яғни киімді денеңізге киген кезде осындай велюр матасының түгі жоғары қарай қарауы қажет. Осылай матаны ұзындығынан жаямыз. Түгін ажыратып аламыз. Мінекей менде жоғары қарай қарап тұр. Және де матамызды 2 бүктейміз бір-біріне. Оң бетін оң бетіне түйістіріп 2 бүктейміз. Осы бүктелген аралықта біздің лекаламыз орналастырылады. Яғни ешқандай да мата артық қалмайтындай, кесіп алған кезде барлығы тиянақты болатындай видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Мінекей артқы бөліктің лекаласын дәл осылай матаға орналастырамыз. Яғни тегіс жағы матаның тегіс бөлігіне кетуі қажет. Матамызды қиғанда біркелкі болып шығуы үшін лекаланы матаға осындай инелермен түйреп отырып орналастырамыз. Әр жерінен бір түйреп шықсаңыздар жеткілікті. Және де осы лекаланың міндетті түрде ескертіп айтайын. Кез келген лекаланы сызған кезде, қиятын кезде міндетті түрде 1 сантиметр тігіске қалдырасыздар жиегінен. 1 сантиметрді өлшеп отырып сызып аласыздар мінекей жиегінен. Бұл бізде тігіске кетеді. Алдыңғы артқы бойды орналастырып матаға дәл осылай 1 сантиметр беріп барлығын сызып аламыз. Және де сызып болғаннан кейін барлығын қиып шығамыз. Мен астыңғы бөлігіне 1 сантиметр қалдырмадым, себебі белінің қақ ортада тұрғанын қаладым. Ал егер бірақ сіздерге 1 сантиметр қалдырып қиюға кеңес беремін. Екінші тіккен кезден бастап сіздер қалдырмасаңыздар болады, үйренгеннен кейін ғана. Ал оған дейін 1 сантиметр қалдырып қиюларыңыз дұрыс деп санаймын. Енді алдыңғы бойды матаға орналастырамыз. Дәл манағы артқы бойды орналастырғанымыз секілді, мына лекаладағы түзу сызық, яғни қолтықтың ойындысы, белдің ойындысы жоқ түзу жағын матаның бүктелген жағына қарай орналастырамыз. Және де осы үшінші бөлігімізді лекаламызды астыңғы бөлігіне матаны неғұрлым үнемдеп, артық мата қалмайтындай етіп орналастырып сызып қиып аламыз.
Барлығын қиып алдық, ал енді лекаламызды матадан ажыратамыз. Бұл бізде алдыңғы бой. Осы алдыңғы бой, яғни кажикиді киген кезде алды ашық болып тұру үшін матаны осылай қиямыз. Және де бір айта кететіні, бұл жерде лекала бойынша кажикидің алды дөңгелек болуы қажет. Бірақ мен өзім үшбұрышты болып келгенін қаладым. Сондықтан мына видеода көрсетілгендей етіп, егер үшбұрышты болғанын қаласаңыздар, қиып алсаңыздар болады. Астыңғы жағынан өлшеп тұрып, яғни бел жағынан өлшеп тұрып 7 см қалдырасыздар да, иық тұспен сол 7 см өлшеген жерімізді түзу етіп, осындай сызғыштың көмегімен сызып аламыз. Және де оны қайшымен қиып тастаймыз. Сол кезде бізде алды үшбұрышты кажики пайда болады. Ендігі кезекте біз кажикидің алдының және мойын тұсының бөліктерін қиып алатын боламыз. Ол үшін матаны дәл осылай алдыңғы боймен мойын ойындысының бөлігі сиятындай етіп матаны қайырамыз жаңағыдай. Дәл мана қалай екіге бүктесек, дәл солай екіге бүктейміз. Және де алдыңғы бойды осылай қиып алған бөлігімізді орнатамыз. Және де міндетті түрде инемен түйреп отырыңыздар. Бұл мата өте жылжып кете береді, сондықтан қиғанда бір текті шығуы үшін осындай инемен түйреңіздер. Және де иық жағынан жоғары қарай 1 см, бел жағынан төменге қарай 3 см қалдырамыз. Мінекей, жоғары жағынан 1 см, және де 7 см өлшейміз. Енін 7 см ғып өлшейміз иық жағынан, ал бел жағынан төменге қарай 3 см, енін 7 см ғып өлшейміз. Бұлардың барлығы бізде тігіске қалатын бөлік. 3 см, 1 см тігіске қалдырып жатырмыз. Алып тастап, осы 7 см-ді бір-біріне осылай сызғыш арқылы қосып аламыз. Қиямыз. Екі деталь пайда болады бізде қазір. Байқасаңыздар, жаңа кажикидің алды белге дейін үшбұрышты болып кеткен жоқ. 7 см сәл төртбұрыштылау болды. Мінекей, мен қиып жатырмын. Енді осы жерден бастап үшбұрыштысы кетеді жоғары қарай. Мойын ойындысы, яғни үшбұрышты болып келеді. Бұл бізде кажикидің алдыңғы бөлігін қайырып тіккенде алды жатып тұру үшін қажет. Енді артқы мойын ойындысын қиятын боламыз. Ол үшін жаңағы матамызды дәл осылай қозғамай қалдырамыз. Және де мына байқасаңыздар, артқы бөлігінен 7 см сәл ғана жетпей тұр. Матамызды кішкене жылжытамыз осылай. Артқы бойды орналастырамыз. Иық тұсынан бұл жерден де жоғары қарай 1 см тігіске қалдырамыз. 7 см-ді өлшеп аламыз. Мінекей, 1 см қалдырдық, қосамыз. Мойын ойындысын сызамыз. Төменгі жағынан да 7 см қалдырамыз. Мінекей, 7 см. Міндетті түрде сызғышпен өлшеп отырып қиыңыздар. Әйтпесе тегіс шықпай қалады. Көз мөлшерімен өлшеудің қажеті жоқ. Осылай 7 см-ді өлшеп алып, енді дөңгелентіп сызамыз. Міндетті түрде матаны инемен түйреп алыңыздар. Осы бөлікті қиып аламыз. Мінекей, осындай артқы және алдыңғы бойдың 3 деталі пайда болды. Енді қиып алған детальды лекаланы матадан ажыратамыз. Бұл артқы бой, алдыңғы бойдың қиындысы.
мінекей. Және де алдыңғы шатасып кетпей бір-біріне нақтылап келтіріп аламыз да. Видеода көрсетілген бөлікті міндетті түрде бірінші ине жіппен көктеп алып барып машинкада тігеміз. Мінекей осылай көктеп аламыз. Оң жағы. Байқасаңыздар, астыңғы жағынан осындай 3 см разница шығады. Оны кейін тегістеп отырып қиып тастайтын боламыз. Екінші жағынан да осындай разница шықты. Осыны енді машинкада тігіп аламыз. Мінекей тігіп алдық. Енді артқы бөлікке сәйкестендіре отырып, алдыңғы бөлікті осылай қойып аламыз. Бірінші иық жағын, екінші қолтықтан төмен қарай белге дейін тігіп шығамыз. Жақсылап тұрып, әрбір тігісті жатқызып, кейін үтіктейміз. Мінекей оңға қарай және солға қарай. Иығын осылай екі жақты етіп ашып тұрып үтіктейміз. Ал енді манағы 3 бөлікті, 3 детальды бір-біріне беттестіреміз. Мінекей артқы бөлігі, енді екі алдыңғы бөлігін иық тұсына сәйкестендіреміз. Матаның оң бетін міндетті түрде оң бетіне қаратамыз. Мінекей 1 см тігіске қалдыра отырып тігіп шығамыз. Осылайша тігіп алдық. Енді кәжекейімізді осылай артқы бөлігіне қарай айналдырамыз. Манағы тігіп алған деталімізді матаның оң бетіне қарастырып, арқа бөлігінен бастап бір-біріне сәйкестендіреміз. Яғни иық тұсына келтіреміз, инемен түйрейміз. Екінші жағынан да иығына сәйкестендіріп, инемен түйрейміз. Ортаңғы бөліктеріне де және алдыңғы бөліктеріне де барлығын инемен түйреп, көктеп аламыз міндетті түрде. Сосын барып 0,5 тігіспен машинкада тігетін боламыз. 0,5 дегеніміз, яғни мана біз 1 см-ден тіккен болсақ, бұл жерде енді 0,5 жарты тігіспен тігетін боламыз. Осылайша сәйкестендіреміз барлығын инемен түйреп. Осы деталіміздің төменгі жағынан 3 см манағы тігіске қалдырған матамыз артық қалуы қажет. Мінекей. Екінші жағын сәйкестендіреміз. Міндетті түрде қыздар сәйкестендіріп алыңыздар. Егер иық түсіне бірге сәйкес келмей жатса, қайтадан сәйкестендіріп отырып тігіп алыңыздар.